Бүгінгі Дидарласу бағдарламасының қонағы қазақтың ұлттық өнерін насихаттап жүрген, электр домбырасымен бірге алғаш болып электр жетігенін енгізген Шарапат тобы. Дидарласу бағдарламасында қазақ өнеріне электро жетіген аспабымен бірге жаңалық болып келген Шарапат тобы. Құрылғанына 3 жыл болған топ біздің ғана елге емес, шетелге де танылды. Бүгінгі бағдарламадан көретініңіз шапағатын төгіп жүрген Шарапат тобы. Шарапат деген сөздің өзі бір әдемі. Топты құру идеясы қайдан келді? Суға салса батпайтын, отқа жақса жанбайтын жігіттер керек деп. Саятшылық өмірдің бір қызығы, Ернармен сырлы сұхбат. Ал жақта саз иттерім бар. Шарапат тобының мүшелері Еспол мен Ернар бізбен дидарласу үшін бильярд залына шақырды. Дайын болыңыздар, бағдарламамыздың бірінші жүрек сыры. Жігіттер, міне бильярдқа келдік. Не себепті? Адамның ұшқырлығын, осы адамның ойлау қабілетін жақсы дамытатын ойындардың бірі. Негіз жалпы мен өзім қатты ойнамаймын, бірақ сонда да өзім кішкене сүйіп ойнайтыным бар. Сіздерді осы жаққа шақырып, кішкене өзіміздің тағы да бір басқа қырымыздан көрсетуге осы жерге алып келіп отырмыз. Бәрекелді, дұрыс екен. Жалпы өздеріңіз шынымен де бұл бильярдтан басқа, жаңағы өнерден басқа немен айналысасыздар? Бос кезінде саятшылықпен айналысам. Ал жақта таз иттерім бар. Қоянға салам, түлкіге салам. Менің естуім бойынша осы өнер адамдары аңшылықпен айналыспайды. Себебі жаңағы жүректері кішкене нәзіктеу келеді, жан жануарға тиіскенді ұнатпайды. Бұл көнеден келе жатқан ата-бабамыздың былайша айтқан кезінде сол таз арқылы талай ауылдарды асыраған ашаршылық кезінде. Негізі спортпен де жақсы айналсам, өзім кішкене жүзуге баратыным бар. Арасында жаңағы бодибилдинг дейді ғой, денемізді кішкене шымырлатуға соған да барып тұрамын арасында. Жігітті шымырлататын негізі осы не ғой, спорт дейді ғой, сол сияқты жігітке ең керек осы спорт. Бірақ өнер адамы болғандықтан жаңағы дене жарақатын алмауға тырысатын шығарсыз. Қолыңызды сақтап. Сол өнерге топтың атын не себепті осылай атадыңыздар? Топтың атын қою өте бір қиын нәрсе негізі. Өте қырағылықты танытып, барлығымыз жан-жақтан ойластырып, осы Шарапат деген атты қойдық. Бір адамға шарапатын төгіпті, жақсылығын беріпті, қуаныш сыйлапты дейді ғой. Шарапат деген сөздің өзі бір әдемі. Шапағат деген сөзбен жиі шатастырып алады деп естідім. Иә, шатастырып алады көбінесе. Сонда бір кішкене шатастырып қоятындар бар. Енді кім біледі, уақыт өте келе естерінде сақтайды деген ойдамыз енді. Менің естуімше сіздердің топтың құралғанына 3 жыл болды. Осы 3 жылдың ішінде не істедіңіздер, қандай жетістіктеріңіз бар? 3 жыл деген ол былай қарап отырсаңыз, аз ғана жыл, Аллаға шүкір, осы 3 жылдың ішінде біраз жетістіктерге жеттік. Ал қазір не істеп жатсың? Алдағы жоспарымыз тағы да бір өзіміздің жеке бір альбом дейді ғой, енді альбомды шығарсақ деген бір ойымыз бар. Одан кейін енді бір жақсы Ернар бауырымыз 8 қырлы, бір сырлы жігіт, өзі жалпы өзінің жанынан ән шығарады. Сол сияқты осы кісінің бір әніне Алла берсе бір клип түсірсек деген ойымыз бар. Сондай-ақ жаңағы менің білуімше Ернардан басқа сіздерде топта 2 адам бар, иә? Енді белгілі жағдаймен ұрмалы аспапта ойнайтын Қанат Ботабаев деген баламыз өзі осы Алматы бойынша өзі бір ударниктердің ішіндегі үштіктердің ішіне кіреді. Бұйырса осы Италияға жол жүрейін деп жатыр. Өзі қызметте істейді, Абай атындағы опера және балет театрында сол жерде қызмет жасайды. Қызмет бабымен енді бұйырса осы Италияға кетіп баратыр, осы 1-2 күндікте соған дайындалып жатыр ол жақта. Рафхат Ізден деген жігіт, ол кісі қазір Ақтауда. Сол семьялық жағдайымен қазір сол жаққа кетіп қалды. Қандай нәрсе болатын болса да, осы жаққа келіп өзінің бар екендігін білдіріп тұрады. Осы бастарыңызды қосып топ құру туралы идея қайдан пайда болды? Нұржан Тойшы деген ағамыз бар. Алдаспан деген ең бірінші топты құрды. Ол жерде барлығы домбыра. Сонымен ойына осы электро жетігенді ойлап, сол Москвадан заказ берді. Домбырамен жаңағы жетіген барлығын жасатып, сол Мақсат деген бауырымызға айтқан, осындай енді осы аспаптарды ойнайтын, суға салса батпайтын,
отқа жақса жанбайтын жігіттер керек деп ізде деп сол мақсатқа не берген мақсат. Соның арқасында міне барлығымыз жиналып Нұржан ағамыздың ұйымдастыруымен осы жерде жиналып отырмыз. Топ болып жиналдық. Мұндай өнер топ мүшелеріне кімнен дарыған? Не дегенмен ата-ана мен перзенттері қандай да бір байланыста болады ғой. Оны өздерінен сұрап көрейік. Менің ата-анам бір зейнетте, ол кісілер негізі жанұяда біз 9-быз. Ең кенжесімін мен. Ағаларыңыз, аға әпкелеріңіз өнерге жақын ба, жоқ әлде? Жоқ, олардың ешқайсысы өнерге жақын емес. Ең ішіндегі мен ғана осы өнерде жүрген азаматтардың бірімін. Менің әкем жағы жаңағы әкемнің туыстары, жалпы бәрі музыкаға жақын адамдар. Бірақ жаңағы кәсіби тұрғыда бітірмеген. Бала кезден бері тәрбиелеп, домбыра үйретіп, қызығушылық танытты. Ал анаңыз немен айналысады? Анам жеке кәсіпкер. Түсінікті. Қанша ағайындысыздар? Мен өзім жалғызбын. Отбасын құрмағансыз? Әлі құрмағам. Не себепті? Былайша айтқан кезде қазіргі заман сондай болып кетті ме, андай карьера болайық деп біраз. Кейін артынан үйленерміз. Бұл қанша уақытқа созылуы мүмкін? Кейін 40 жаста, ой. Бір ары кетсе шамасы 1-2 жыл. Демек, бар ғой бір кісі? Иә, бар. Бүгінгі дидарласу бағдарламасында Шарапат тобы. Топ мүшелері Еспол мен Ернармен таныстық. Бұл топқа қалай келгені жайлы баяндап берді. Шарапат деген атаудың қалай келгені туралы естідік. Сонымен қатар алдағы жоспарларымен бөлісті. Арнамыздан алыстамаңыз, ары қарай бағдарламадан көретініңіз. Шарапаттың төл құжаты. Нұржан Тойшы мен ашық әңгіме. Егер бұны қолданбай тағы домбыра ұстатсақ, онда екінші алдаспан қалар еді Шарапат. Аналогы жоқ аспаптың бағасы қанша? 1 миллион теңге. Нұржан ағамыз басқаруда қандай формуланы қолданады? Бірақ қана сондай формула бар, жетістікке жетеді. Естуім бойынша, Ернар бильярдтан алыс емес сияқты. Сол жайлы Ернардың өзінен сұрап көрелік. Бильярд ойыны жалпы музыкадан кейін бір адамға перезагрузка қажет болады да, сол кезде миыңды тынықтырады, былайша айтқан кезде. 2 жұмада бір рет, кейде 1 айына 1 рет жұмысқа байланысты. Сіз өзіңіз жалпы бильярд ойынына қалай қарайсыз? Мен жақсы қараймын, әрине, бұл ойды сіз айтқандай тынықтыратын ойын, бірақ та мен өзім ойнай алмайды екенмін. Қазір маған көрсетіп жіберсеңіздер, қарсы болмаймын. Әрине. Иә, қалай ұстау керек мына кейді? Кейді былай істейсіз, мына қолыңызды ыңғайлап қоясыз. Былайша айтқан кезде былай не болушы еді ғой? Козел деп отайды ғой. Сол сияқты шығарасыз былай қолыңызды. Козел сияқты. Былай жеңіл сырғу керек. Мұны керісінше қойысып былайды. Арасы былай ұшпұрыш болу керек, былайша айтқан кезде. Сосын жаңағы ана тұрған шарлардың ең қырына қарай көздеу керек. Не, сонда да біраз нәрсені дана жағын соғу керек, сонда. Бұл жобаны бұған дейін электр домбыраны енгізген Алдаспан тобының жетекшісі Нұржан Тойшы құрған болатын. Топтың танымал болуына септігін тигізген де осы ағамыз. Олай болса, өзімен кездесетін уақыт келіп жеткен сияқты. Тобыңыз жайында айтсаңыз. Алдаспан тобын құрғаннан кейін, біраз жетістіктерге, белестерге жеткеннен кейін, басқа да аспаптарды осындай электронды түрде заманауи дыбыспен шығарғымыз келіп, Алдаспаннан кейін электр домбыралардан кейін электро жетігенді қолға алайық деді. Жетігеннен бас тарта алмаймыз, ұлттық аспап, ол біздің ұлттық мүддемізге қызмет ететін аспаптағы қолға алғымыз келген себебі сол бірінші. Екіншіден, енді Шарапат тобы ритм соло домбыраны Еспол ойнайды, Ернар негізі бас домбыраны ойнайды. Кейін Рафхат Ізден дейтін бауырымыз бар, бірақ ол қазір Ақтауда тұрып жатыр.
жалпы сол Рафхат осы аспапшылық жетекші болып кірген топқа. Өте мықты музыкант, өзі филармонияда жасайды Ақтауда. Егер бұны қолданбай тағы домбыра ұстатсақ, онда екінші алдаспан болып қалар еді Шарапат. Яғни Шарапаттың бетке ұстар паспорты, төлқұжаты міне осы жетіген. Екінші төлқұжаты Есполдың дауысы. Себебі Еспол дәстүрлі әнші, профессионал, мамандығы сол өзінің осы арқа өмірінің несімен үйленген. Шарапат тобы бұның бағыты басқа. Алдаспан күй десек, Шарапат ән. Осы аспап жайында айтып өтсеңіз, Мәскеуге барып жасатып келдіңіз. Иә, Мәскеуге жасаттық. Мына сіз көріп отқан гриф, гитараға ұқсайтын гриф, бірақ гитараның размерінен кішкентай. Бұның идеясы Мақсат Хасанов, Алдаспанның соло домбырашысы айтқан. Нұржанаға мынаны қоспасаңыз болмайды деп. Өте қиын аспап, бір жағынан мыналардың барлығы бөлек тапсырыспен жасалынған электромагниттік қабылдағыш дейді. Дәл осындай аспап жоқ шығар. Жоқ, ешкімде жоқ. Қанша тұрады бұл аспаптың құны қанша? 1 миллион теңге. 1 миллион теңге. Дейсіз үлкен ақша ғой. Иә, бірақ аналогы жоқ аспап. Аналогы жоқ аспап. 1 миллион теңгеден астады қазіргі $3,500 ғой. Бұл аспапты басқаша қолда ұстау керек, басқаша техника қолданасыз. Жұмыстар өте қиын, оңай деп айтпаймын. Осылаймен соны қолға алып, жетістіктер барына мен өте қуанамын. Жігіттерім алтындай бәрі жақсы. Уақыт өткен сайын, былай айтқанда, шеберліктер өссе деген тілегім бар. Иә, ол жағын білдік енді, ал мінездері қандай? Еспол осы Тараздың жігіті, өзіміздің, бірақ Еспол енді ақылын тоқтатқан, үйленген, арасынан тек Еспол ғана үйленген, қалғандар бойда ғой. Енді бұдан былай үйленсе, құда қаласа көреміз. Бірақ Еспол енді ақылын тоқтатқан жігіт, бірақ ол да өте жігерлі. Ернар өте жай жігіт, қарайтын болсаңыз, өте интеллигентті, зиялы, пішімі, денесі бәрі өте жай жігітке ұқсайды. Бірақ өте дарынды, гармонияны жақсы көреді. Бірақ музыка деген кезде көз жанды. Рафхат топтағы ең аранжировкаға келген кезде, дайындыққа келген кезде қатты айқайлап, қатты қобалжып, көп жүйкесін қорытатын жігіт. Музыкаға деген қабілеті зор. Сәл-сәл мүлт келсе, соны қатты естетті ғой. Енді ұрмалы аспапта ойнайтын Қанат Қызылорданың жігіті, ол өте, айтқанда, жай жігіт, өте сыпайы, бірақ техникасы мықты. Осы Қазақстандағы ұрмалы аспапта ойнайтын қазақ жігіттердің ең мықты жігіт шығар деп ойлаймын. Әр қайсының мінезі әр түрлі екен. Олардың басын қосып басқару оңай емес болу керек. Ендеше Нұржан ағаның бұған қатысты жауабын естейік. Арнамыздан алыстамаңыз. Мен негіз басқарудың маманымын. Жалпы басқарудың бір құпиясын айтайын. Егер жауапкершілікті тек өзіне алатын болса, басқаратын адам, оның жұмысы ешқашан жүрмейді. Қолындағы адамдарына жауапкершілікті алуды үйрету керек. Жұмыстың екі түрі бар. Мысалы үшін, айлыққа отырыспайсаңыз, сіз білесіз, айлыққа істеген адам оның жұмысы пайдасын көрмесе, табысын, одан әлсіз жұмыс жасайды. Ал егер партнер ретінде, серіктес ретінде ортадан түскен пайданы бөлісіп отырсаң, онда ол басқаша. Бірақ қана сондай формула бар, жетістікке жетеді. Сол формуланы қолданып жүр. Қайсысы лидер? Қайсысы жаңағы сіздің оң қолыңыз? Еспол. Өйткені жасы да ең үлкен жігіт осы арасында. Вокалист, фронтмен дейді. Үйленгеннен кейін жауапкершілік екенін біледі. Бірақ репетицияға келгенде бұлар төртеуі тең, 25%-дан әрқайсының өзінің дауысы бар. Енді тек қана кішкентай ғана пайғамбарымыз айтқан ғой, екеуі болып сапарға шықсаңыз, біреуің әмір бол деген. Сол себептен енді төртеуін сәл басын қосатын жауапкершілік қолына ұстатқан адам осы Еспол. Бірақ ешқайсысын кемітпеймін. Мысалы үшін Еспол басшы, қалған ешкім емес деген әңгіме жоқ. Төртеуі де түгел тең жігіттер. Бұл енді тек қана меңгеру үшін ғой. Рұқсат берсеңіз, менде бір жұмыстарым бар, кете берейін, жігіттер арғайтын бере береді. Топ осылардікі. Көп сәттілік тілеймін, сіздерге көп рахмет. Мен егер рұқсат болса жұмыстарым кете берейін. Сізге рахмет көп. Демек, осылай жаңағы топтың өзіне табыстап кетесіздер. Өздері жаңағы сұхбатын беріп, өздері концерттерін беріп жүре береді. Жең жатқызып, нормальныға жібереміз ғой. Сонымен
Дидарласу бағдарламасында Шарапат тобы. Бильярд залынан кейін топ жетекшісі, продюсері Нұржан Тойшымен кездестік. Ол бұл топты құру туралы идеясының қалай келгендігі жайлы баяндап берді. Сонымен қатар топ мүшелерінің әрқайсына мінездеме беріп өтті. Лидері Еспол екенін білдік. Оның себебі отбасын құрғандығында екенін естідік. Ары қарай бағдарламадан көретініңіз Балажан әке Еспол. Балаларың өте қатты жақсы көреді. Студенттік шақтан басталған махаббат. Группаның ішіндегі ең ұзын бойлы бойшағым осы кісі еді. Міне, Нұржан ағамыз кетті, енді сіздер емін-еркін отырып жауап берсеңіздер болады. Жалпы сіздер осы топ жетекшісінен именесіздер ме? Жас бала емеспіз, қорқатын. Енді барлық нәрсе өзінің жөн-жөнімен дейді ғой, жөн-жосығымен жүретін болғаннан кейін ондай қорқу ештеңе жоқ. Ең бастысы жауапкершілік, бағана ағамыз айтқан сияқты. Ал сіз, Ернар, Есполдан қорқасыз ба? Мысалы, жаңа айтып жатыр ағамыз. Еспол менің оң қолым, бәрін топты жинайды, бәрін реттейді деп, жасы да үлкен. Мен ешкімден қорықпаймын. Біз бұл жерде өзі айтып кеткенде ең бастысы жауапкершілік. Сыйластық қой енді. Сыйластық. Иә, сіздің жетіген аспабы жайында айтып өтсеңіз, бұл сіздің аспабыңыз емес. Менің аспабым Сонда емес. да, иә, сіз жаңағы... Иә, мен түр-түп дыбыстарын көрсетейін. Көрсетіңізші, қалай ойнайды жалпы? Иә, міне көрсеңіздер, мынаны асық деп есептеңіз. 21-ші ғасырдың асығы былайша айтқан кезде. Темір асығы. Енді бұл аспапта мен шебер емеспін, ойнай алмаймын. Бұны Рафхат деген ініміз, осы аспаптың хас шебері. Сонда да нотаны білесіз, кішкене бір деңгені ойнап берсеңіз бізге. Қандай туындыны ойнайсыз, соны айтып өтсеңіз? Да, бұл жаңағы не, біздің альбомдағы альбомның Молдабайдың әні Молдабай. Оның басында жаңағы осындай бір вставка дейді, интро. Енді бізге бір керемет бір шығармаңызды орындап берсеңіз. Сондай-ақ дауысыңызды естісек. қазақтың өзінің пейіліне қарсы осыны кең жер берген. Сол сияқты қазақтың жеріндегі Сарыарқа деген даласы бар. Ақселеу Сейілбек ағамыз ән шығарған. Сол әнді орындап берейін, онда Сарыарқа деген. Сар жайлауым менен, шан жайлауым менен, ән жайлауым менен, сап қонған ақмаңдай көлдер, салы самалы саумалдай болған мақпалдай белдер, бал болағы еслеп аққан Сарыарқа. Тамаша, керемет. Екі сұрақ туындады. Дауысыңызды қалай күтесіз? Көбінесе мұздай су ішпеуге тырысамын. Адам өзін жылыстау керек. Одан кейін әншіге ең керек нәрсе ұйқы. Ұйқысы күшті болса, дауыс та кәдімгідей әдемі болып шығады. Сондай-ақ байқағаным, ән айтқан кезде көзіңізді жұмып айтады екенсіз. Неге? Трансқа кірем ғой дейсің. Ол да мүмкін, рас шығар. Жоқ, қалжың, енді андасында жұмып қоятын бар енді. Сезімге беріледі ғой енді адам енді. Өнер адам болғаннан кейін сезімге берілмесең, ол нәрсе жүрекке жетпейді ғой. Сол сияқты көзді жұмып сезімге тырысамын. Сондай жаңа сіз айтып өттіңіз, осы топта мен ғана үйленгенмін деп. Иә. Жолдасыңызбен танысатын Уақытта жетіп қалған сияқты ғой енді. Ой, бәрекелді, керемет. Енді сұрайын деп отыр едім, жаңа жолдасыңызбен танысамыз ба деп. Ол кісі қазір жолда келе жатыр енді, бұйырса сұхбатымызды сол жақта жалғастыратын шығармыз енді. Бәрекелді, керемет. Бұл кісі сонау Ақтөбенің тумасы, Алматы қаласында бірге танысып, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында бірге оқыдық. Сәуле Жанпейісованың
шәкірті болса, мен Ардақ апайдың шәкіртімін дегендей сияқты. Ол кісілер екеуі бір-біріне бауыр негізі. 3 баланың анасы, менің келіншегім, өмірлік жарым Венера Қаржобаева. Керемет, бәрекелді. Қуаныштымын сізбен танысқаныма. Қоятын бірінші сұрағым, Есбол несімен жаулап алды сізді? Группаның ішіндегі ең ұзын бойлы болашағым осы кісі еді. Экзамен тапсырып біткеннен кейін енді оқуға түсетін жайында мәлімет алу керекпіз ғой. Сол кезде бұл кісі өзі звондайтын маған. Оқуға түстік па, қай күні экзамен тапсырамыз, соны білейін деп едім деп. Білмеймін, барлық группадан маған звондайды. Мүмкін бір Алланың бір тоғыстырғаны шығар деп ойлаймын мен. 9 май кезінде жаңағы 4-ші курстар, 3-ші курстар, 2-ші курстар, 1-ші курсты алып барып, жаңағы таза ауаға апарып, бір-бірін таныстырады. Сол кезден бастап бұл кісі маған өзі сөз салды. Екеуміз дос болсақ қалай қарайсыз, екеуміз былай деп. Содан бастап екеуміз жүре бастады. 4-ші курсқа дейін оқыдық. 4-ші курста сөз байласып, ата-анамыздан рұқсат сұрап, жанұя құрдық. Қазір Аллаға шүкір 3 ұлымыз бар. Баларыңыз кімге ұқсаған? Үлкені маған ұқсағанымен жаңағы әкесіне бойы, тік ұстап, тік жүргені бәрі әкесіне тартқан. Ал екіншіміз кішкене тентектеу, енді оның түр әлпеті әкесіне тартқан. 3-ші ұлымыз енді білмейміз, әлі кішкентай, әлі қылық шығарып, енді қылық шығарып келатыр, о жағын әлі білмейміз енді. Болашақта көре жатармыз кімге ұқсағанын. Мінез демекші, жолдасыңыздың мінезін айтып беріңізші. Үйде қандай адам? Үйде қандай болса, сыртқа шығып, басқаша болу деген ондай жоқ. Ер мінезді, өзі тік мінезді, бірдеңе ұнамай қалса, бетіңе айта салады. Жанұямызға келетін болсақ, өте балажан және де қамқор. Сіз өзіңіздің мамандығыңыз жайында айтып өтсеңіз. Қуансаз ансамбльде жұмыс жасаған, әнші болып бұл кісіде жұмыс жасаған. Одан кейін 2-ші ұлым дүниеге келді. Бұл кезде де енді арасында үзіліс болды, енді жұмыстың арасында. 3-ші ұлымыз дүниеге келді. Енді қазір магистратураны бітіріп, қазір консерваторияда, Құрманғазы атты консерваториясында ұстаздық етіп жатырмын. Екеуі де өнер иесі болғандықтан ортақ әңгімелері көп шығар. Оны өздерінен сұрап көрейік. Әңгіме дүкен құратын нәрсеміз бірдей. Бәрі ортақ. Бәрі ортақ, ақылдасамыз. Егер бұл кісім жаңағы бір әнді шығарамыз десе, міндетті түрде маған көрсетеді, осы әнді қалай тыңдап көрші, естіп көрші, қалай шығарсақ қалай болады деп. Құдай берген 3 ұлыңыз бар. Ал қыз балаға қалай қарайсыз? Алла нәсіп етсе, әрине қызды өмірге келген жақсы. Аса бір күтіп жүрген жоқсыз ба? Күтіп жүрміз әрине. Осы 3-шісі қыз бола ма деп ойлағанбыз, біз қатты күтті мына кісі. Өзім қатты күткем. Ол деген кезде кішкене бір жылап алғаны бар. Алла берген, енді Алла берсе қызды да нәсіп етсе, ол артық етпейді ғой еш уақыт. Кенже қыз одан да тәтті болады. Онда уақыттарыңызды алмайық. Рахмет сіздерге, дидарласқандарыңызға, топтарыңызға, үлкен танымал топ болуға, арман міндеттеріңізге қол жеткізуді тілейміз. Шарапат тобы негізі 4 адамнан құралған. Рафхат Ақтауда филармонияда қызмет етеді. Қанат оркестрмен бірге гастрольге дайындалып жүр. Олардың орнын жоқтатпай бізге дидарласуға Есбол мен Ернар келген болатын. Мінеки, нағыз топ деген осындай болу керек шығар. Сіздермен бірге болған дидарласу бағдарламасы келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.